Армысыздар ағайын, бүгін өздеріңізге Қытайды, бүгінгі күні Қытайда таралып жатқан әлемді алаңдатып отырған коронавирус жайында айтпақшы боламыз. Өздеріңізге мәлім, қазір енді Қытайда осындай жұқпалы дерттің белең алғаны белгілі. Қазір Қытай Халық Республикасындағы барлық қалалар бас кезінде бір қала жабылған еді. Бұл вирустың орталығы деп саналған Ухан қаласы. Одан бірте-бірте 8 қаласы жабылды деп естідік. Ал кешегі күнгі мәліметке қарағанда, мынау бізбен Қазақстанмен іргелес жатқан Қытайдың барлық қалаларына, аудандарына, ауылдарына кіріп шығу карантин жарияланған 20 күнге жарияланды қазіргі уақытта. Бұл дегеніңіз не? Бұл дегеніміз бұл індеттің таралу аумағы кеңейді деген сөз. Осы бізбен қазір көршілес отырған Қытайдың мынау Суар аймағында өткенде 2 адам осы ауруды жұқтырды деген мәліметті Қытайдың ақпарат құралдары өздері таратқан болады. Қазіргі күнге дейін әлемнің 20 шақты еліне бұл індет таралып отыр. Бұл індеттің таралуы неден болды деген сұраққа келетін болсақ, мынау Ухан қаласында осындай вирустарды зерттейтін орталық лаборатория ашылған. Қытайдың орталық лабораториясы. Бұдан бұрында Қытайда SARS деген ауру таралған болатын вирус. Сосын мына осы SARS пен Эбола, Африка елдерінде таралған Эбола вирусын зерттейтін орталықты Қытай елі 2015 жылы сала бастаған. Осы орталықта тура сол Ухан қаласында. Сосын 2017 жылы бұл лабораторияның құрылысы аяқтап, іске қосылып өз жұмысын бастаған болатын. Енді жаңағы анау 2003 жылы тараған SARS вирусына келсек, бұл сол кезде Пекин қаласында орналасқан лабораториядан таралған болатын. Тура осындай вирусты зерттейтін орталықтан адамға жұғып, сол арқылы бүкіл Қытайға таралып, сол кезде де біраз Қытайды әбігерге салған болатын Қытай елі. Ал бүгінгі күнде де бұл орталықты салған кезде ақш ғалымдары Қытайға ескерту жасаған еді. 2018 жыл қаңтарда ақш ғалымдары ескерту жасаған Қытай еліне. Бұл вирусты зерттейтін лабораторияның өте қауіпті екендігін, жануарлардан бұл енді орталықта бұл вирус алдымен жануарларға сынақ ретінде жасалынады. Сол кезде ақш ғалымдар бұған жануарлардан адамға жұғу мүмкін екенін, сол арқылы Қытай өзіне қауіпті жағдай жасап жатқанын ескерткен еді. Алайда сол ескертуге қарамастан Қытай үкіметіне бұл лаборатория жұмысын жалғастырған. Енді қарап отырсаңыз, сол лаборатория орналасқан жерден 20 миль қашықтықта базар, Уханның орталық азық-түлік өнімдерін сататын базар болған. Сол базардан бастап жұққан бұл ауру. Сол жерде жыланнан жұққан дейді жаңағы. Енді Қытайда өздері де мойындап отыр. Қытайдың кеше бір Қытайдың жіберіп қойған несінен көрдік. Өздері жаңағы істікке шаншуға тұратын нәрсенің барлығын істікке шаншып сатады сол жерде. Соны жейді. Ал істікке шаншылмайтындардың барлығын қору жейді. Енді өздері де осы нәрседен ары қарай адамдарға таралған Қытай халқы өзі де мойындап отыр қазір бұл күнде. Енді қарап отырсаң 20 миль қашықтық деген алыс нәрсе емес. Бұнда істеген адамдардан жаңағы базарға келген, базардан ары қарай жаңағы жыланнан болмаса басқа бірдеңеге жұққан деп, соны жеген адамдардан соны ары қарай тарай бастаған бұл нәрсе. Сондықтан бұл мәселеге біздің ел жай ғана бейғам отырудың еш қажеті жоқ. Өйткені бұл ауа арқылы да тарайды дейді. Бұның таралу жолы ары қарай ауамен таратады дейді. Енді біздің елде қазір енді осы мәселеге
үкіметтік комиссия құрылды деп жатыр. Президенттің тапсырмасымен үкіметке тапсырма берілген, ары қарай премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен үкіметтік комиссия құрылды деп жатыр. Енді біз Қытаймен қазір барлық шекара жабық тұр деп айтамыз. Ол енді бір жағы мына Қытайда болып жатқан, Қытайдың мына өздерінің жаңа жылдары, жаңа жыл мерекесіне байланысты да жылдағы осы мезгілде өзі шекара жабылатын. Бірақ ол мына темір жол және құрлықтық басқа да өткелдер жабылғанымен Қытайдан келетін әуе жолы қатынасы әлі бізде ашық тұр. Ол дегеніміз Қытаймен арада әлі қатынас бар деген сөз. Сол себепті біздің ел бұған бей-жай қарамау керек. Ол бір. Екінші, Қытайдан келетін азық-түлік, киім-кешек дейміз. Осылардың барлығына әлі тосқауыл қойылған жоқ. Ол шекарадан қаншалықты дәрежеде оның бәрі тексеріліп жатқаны біз көзіміз жетпейді. Себебі қарап отырсаңыз, көптеген тауарлар бізге контрабандық жолмен келеді. Ол жерде үлкен контрабандистер жүр шекарада. Қаншама делдалдар жүр. Сол тауарлардың барлығы бірден тексеріліп, шекарадан өтіп жатыр дегенде біз күмәнмен қараймыз. Оған сенбейміз еш уақытта. Ол енді мына бір ғана Қорғас кеден бекетіндегі осы тәуелсіздіктен бергі оқиғаларды енді мына жалпақ жұрт біледі. Ол жерде қаншама қылмыстық оқиғалар болды, қаншама кеден басшылары, сол жерде істеп жатқан қаншама карантиндеудің басшылары, соның бәрі ұсталып жатқаны, сол жемқорлықтың кесірінен ұсталып жатқандар бүкіл жалпақ әлемге мәлім нәрсе. Қаншама қылмыстық оқиғалар болды. Қорғас ісі деген өз бір ғана іс емес, ол жерде көптеген сондай қылмыстық әрекеттер болған. Енді Қытайдан келетін азық-түлікте әсіресе тамақ өнімдері бар. Біз енді көптеген қазақтарымда жағдайы жоқ қазақтар енді білеміз ғой. Көбіміз көріп жүрміз қазір. Әсіресе балалар күндіз ата-анасы жұмыста, балалар қараусыз үйде қалады. Сонда баласына тиын тегешін тастап кетеді, балам түсте өзің бірден тамақ ішейін. Қазір мектеп балаларының көбін көреміз. Олар жаңағы магазиннен келеді де, дайын Қытайдың лапшасы дейміз ғой. Қытайский лапша деп өзі. Кейін қазақтардың ұлттық тағамына дайындалып кетті ғой. Соны жей береді. Ол ар жағында ол ішінде дәмдеуші бар. Ал лапшаның өзі ұннан жасалды дегенмен оны қатыратын арнайы химиялық қоспа бар. Оның ішінде жаңағы неше түрлі дәмдеуіш бар, етімен бар жаңағы. Ол ет, ненің еті, қандай нәрсе қосылды, оның бәрін тексеріп жатқан адам жоқ қой бізде. Сондықтан бұл ауруды қарап отырсаңыз, көбінде иммунитеті әлсіз адамдарға бірден жұғады. Бұл аурудың түрі кәдімгі тұмауға ұқсас та. Себебі көп адамдар байқамай жатқанда сондықтан болар. Өйткені себебі бұл жер жаңағы кәдімгідей басыңыз ауырып, тамағыңыз ауырып, тұмаудың өз белгілері болады ғой. Сосын жаңағы мұрныңыздан су ағып, сосын ары қарай ақырындап ол жөтел бұласып деген сияқты. Кеудеңізді қысып өзі. Тұмау біртіндеп күшейе береді ғой, егер сіз уақытында емделмесеңіз. Мына ауру тура солай бастап келетін отыр. Сол себепті біз мынау Қытайдан келетін азық-түліктерге, киім-кешектерге әсіресе соның бәріне абай болуымыз керек. Өйткені ол адамдар оны өндіріп жасап жатқан мәселелерге біз толыққанды біздің елдің күші қазір оның барлығын тексеруге шамасы келіп жатқан жоқ. Себебі Қытайдан сіз қарап отырсаңыз, бір ғана Қорғас кеден бекетінен күніне неше жүздеген автокөліктер, жүк көліктері Қазақстанға қарай тауар тасиды. Ал вагонмен келіп жатқан тауарды есеп жоқ мынау. Алатау, Алашанко дейміз ғой біз мына Достық өткелінен. Оның сыртында да мынау Майқапшағай кеден бекеті бар, Бақты кеден бекеті бар, Қалжат кеден бекеті бар. Осылардың барлығынан біздің елімізге күніне қаншамалаған тауарлар келіп жатыр. Қытайдан қаншама дәмдеуіштер келіп жатыр. Бізде қазір өзі не көп, Қытайдың асханасы көп қой. Алматы болсын, басқа да үлкен қалаларда болсын. Қытайдың асханалары өте көп. Ол жерде жаңағы Қытайдың бүкіл дәмдеуіштер пайдаланады. Өйткені Қытайдың жаңағы кухнясында сондай нәрсе пайдаланбаса, ол өзінің дәмін бермейді. Ал ол дәмдеуіштердің қандай жағдайда, қандай нәрседе дайындалып жатқаны, неден шығып жатқанын біз көбіне ескере бермейміз.
Сондықтан ағайын сақ болайық. Бұған кәдімгідей мемлекеттік деңгейде бұған тосқауыл қоймаса, ертең арты үлкен өкінішке ұласуы ықтимал. Біз енді жалпы халыққа үрей туғызудан аулақпыз. Десе де сақтансаң сақтаймын деген, енді қазіргі уақытта әлемдік батыстық ақпарат құралдарының айтуынша, жаңағы зерттеу бойынша, мына Ұлыбританияның ақпарат құралдарының айтуынша 250 мың адам Қытайда бұл ауруды жұқтырған болуы мүмкін дейді. Ал енді Қытайдың өздерінің ақпарат құралдары қазір 1300-1500 адам мөлшерінде жүр. Бұдан қайтыс болған адамдардың саны 51 адам деп айтып жатыр, 60 адам деп жатыр, әртүрлі мәліметтер айтып жатыр. Бірақ бұл мәлімет бұдан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Біз біле бермейміз. Себебі қазір жалпы Қытайда карантин жарияланғаны белгілі. Сондықтан бұған жаңағыдай үкіметтік комиссия тек қана құрылды деген аты ғана емес, нақтылы жұмыс жасау керек деп есептейміз. Себебі шекарадан өтетін барлық азық-түлік тауарлар, әсіресе мынау қыс мезгілінде Қытайдан қаптап келетін алма, Қытайдың алмасы, мандарин дейміз, түрлі жемістер, сосын мынау көкөністер көптеп келеді Қытайдан. Солардың барлығына бақылау жасай алмаймыз. Біз қанша бақылау жасаймыз, қазір үкімет айтып отыр ғой, бақылау жасаймыз оның барлығына. Бірақ бақылау жасалынбайды. Оған тыйым салу керек. Келетін азық-түліктерге мүлдем тыйым салу керек. Біз соны талап етуіміз керек. Бірінші кезекте Қытайдан келетін азық-түлік өнімдерін тыйым салу керек. Екінші, Қытаймен барлық әуе тасымалына дейін шектеу қойылу керек. Уақытша қашан бұл вирустың беті қайтып таралу ошақтары Қытай өз ішінде осы карантинді алып тастайды. Соңғы дейін біз Қытаймен арадағы барлық байланысты үзетуге тура келеді деп есептейміз. Өйткені Қытай өзі бұның қазір таралу ошағын кеңейтіп отыр. Карантиндеудің аумағын бүкіл Қытай Республикасының барлық жеріне дейін карантиндеп отырған кезде біз қалайша Қытаймен бұл байланысты үзбеуге тиістіміз. Сондықтан бұған мемлекет басшысы назар аударып, Қытаймен келетін барлық қатынастарды, әсіресе Қытайдан келетін азық-түліктерді, сосын әуе тасымалына да, жолаушылардың жүріп тұруына да тыйым салу керек. Сонымен бірге Қытай Халық Республикасында тұрып жатқан біздің студенттерді, әсіресе сол жақта оқып жатқан, әсіресе Ухан қаласында, бұғанға дейін барлық мемлекеттер өздерінің азаматтарын Қытайдан шығарып алып кетіп жатыр. Бізде сол жақта азаматтарды тексеріп, оларды елге алып келудің жолын қарастыруымыз мүмкін. Өйткені қазір ол жақта бәрібірде оқу барлығы қазір тоқтап тұр. Студенттерді әкеліп, бұл жаққа тексеріп, қарап, оқшаулап біраз уақыт мүмкін. Сондай амалдарын қарастырмай өз азаматтарын құтқаруға ел билігі араласу керек. Біз тағы да қайталаймыз, біз елге үрей туғызу мақсатында емес, біз халықты сақтануға шақырамыз және биліктің назарын осы мәселеге шұғыл түрде аударуын сұраймыз. Себебі біз бақылауға аламыз дегенімізбен де біздің қазір күшіміз жетпейді, потенциалымыз жетпейді. Барлық жерде оны тексеретін біздерде құрылғы жоқ. Біздің медициналық қызметкерлердің саны жетіспейді. Себебі Қытайдың өзінде жаңадан ауруханалар салып жатыр екен. Міне кеше Қытай төрағасының өзі мойындады бұл мәселені. 1300 адамдық Ухан қаласында осындай аурухананы бірер аптаның ішінде салып шығамыз деді. Сонымен қатар екінші ауруханада одан кейін іске қосылады деп отыр. Енді бұл ауруға әртүрлі жорамалдар айтып жатыр ғой. Бұл Қытай билігі әдейі таратқан, болмаса және де басқа да себептер болуы мүмкін деп. Бұл енді неше түрлі жорамалдарды айта беруге болады. Бұл да жоқ емес жорамал. Қытай билігі әлемнің назарын өзінің Қытай қазір енді экономикалық санкциялардың салынып жатқаны белгілі. Халықаралық ұйымдар тарапынан, әлемдік қауымдастық тарапынан Қытайдағы мәселен соңғы 3 жылда мұсылман азшылыққа, сосын Тибеттегі тибеттіктерге жасалып жатқан зұлымдығы, әсіресе мынау
шуарда орналасқан қазақтарға, ұйғыр бауырларымызға, мұсылманшылыққа жасап жатқан қиянаттарға бұл қазір әлемдік қауымдастық білді. Соның есебінде Қытайға жаңа санкция салды түрлі. Енді Қытай қазір осы санкциялардан өзіне бір жеңілдікті пайдалану үшін де осындай әрекеттерге бару мүмкін дегенде пікірлер шығып жатыр. Олай болуы да мүмкін. Қазір енді Қытайды әлемдік қауымдастықтан Қытайға қазір жәрдемдер алдымен ақш пен Германия ұсынды, өз жәрдемдерін ұсынып жатыр. Осы мәселемен күресу жөнінде бұл өзіне салынып жатқан кейбір санкцияларға жеңілдік алу мақсатында да осындай әрекеттерге бару мүмкін деген сөз шығып жатыр енді. Ол да мүмкін болжам, бірақ енді Алла бұндай бәлесінен сақтасын. Енді Алла Тағала кейбір ешкімге жамандық тілемейміз біз. Зұлым елде Алланың өзі қаһар түскен елдерге Алла Тағала өзінің кей кезде сондай бір жазалауын беретіні анық. Алла Тағала біздің еліміз ондай зұлымдықтан, ондай пәледен сақтасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағымыз аман болсын. Баршаңызға рахмет.